Бұл түсірілімде 1953 жылы Ақсуат аудандық газетінде жазылған мақалаларды көрсетеміз. Осы мақалаларға қарап, сол кездегі өмірдің қалай өтіп жатқанын біраз бақылауға болады. Социалистік қарқын газеті. 11 январь 1953 жыл. Сталиннің әлі тірі кезі. Еңбекшілер депутаттарының Ақсуат ауылдық советін сайлайтын сайлау округтерін құру туралы еңбекшілер депутаттарының Ақсуат ауылдық совет атқару комитетінің қарары. Ақсуат селосы номер 1, 2 январь 53 жыл. Номер 11. Крупская атындағы сайлау округі. Орталығы астық қабылдау пунктінің кеңсесі. Бұл округқа аптека аудандық денсаулық сақтау бөлімінен МГБ-ның кеңсесіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 12. Ворошилов атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық май өндірісі конторының кеңсесі. Бұл округқа Нурхин Ғұмардың үйінен Сыдықов Мәулітайдың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 13. Байдуков атындағы сайлау округі. Орталығы редакцияның кеңсесі. Бұл округқа Батыршинның үйінен Мұстафин Батырдың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 14. Сталин атындағы сайлау округі. Орталығы су бөлімінің кеңсесі. Бұл округқа Гапченканың үйінен Бетхальттың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 15. Калинин атындағы сайлау округі. Орталығы дайындау министрлігінің аудандық уәкілінің кеңсесі. Бұл округқа Қасымовтың үйінен Сыдықов Заманбектің үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 16. Андреев атындағы сайлау округі. Орталығы ауа райын зерттейтін станцияның кеңсесі. Бұл округке Қазыбаевтың үйінен Бустың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 17. Микоян атындағы сайлау округі. Орталығы балалар яслинің кеңсесі. Бұл округке су бөлімінің кеңсесінен балалар яслиіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 18. Куйбышев атындағы сайлау округі. Орталығы мемлекеттік банктың кеңсесі. Бұл округке Қадыровтың үйінен Рахымбековтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 19. Хрущев атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық финанс бөлімінің кеңсесі. Бұл округке Төлеутаевтың үйінен Сапышевтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 20. Берия атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық денсаулық сақтау бөлімінің кеңсесі. Бұл округке Ноқышевтың үйінен Астаевтың үйіне дейінгі үйлер. Номер 21. Шверник атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық әлеумет қауіпсіздандыру бөлімінің кеңсесі. Бұл округке Қасқабаев Шәкерғалидің үйінен Қонысбаевтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 22. Жамбыл атындағы сайлау округі. Орталығы МГБ-ның жалпы бөлімі кеңсесі. Бұл округке Қынашевтың үйінен Дүйсенбековтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 23. Оба сайлау округі. Орталығы Жданов атындағы колхоздың түйе фермасы. Бұл округке Жданов атындағы колхоздың номер 2 бригадасы және түйе фермасы қарайды. Номер 24. Молотов атындағы сайлау округі. Орталығы Сәбитов Сләмнің үйі. Бұл округке Сереков Садуақастың үйінен Тұрысбеков Оқастың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 25. Ленин атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық мал дайындау конторының кеңсесі. Бұл округке Оспановтың үйінен Загатскоттың базына дейінгі үйлер қарайды. Номер 26. Көктомар сайлау округі. Орталығы май заводының кеңсесі. Бұл округке май заводынан Мұхамадиев Түсіпбектің үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 27. Көкжайдақ сайлау округі. Орталығы Бұтабаев Байғалидің үйі. Бұл округке Сүйінішев Қамзаның үйінен Бұтабаев Байғалидің үйіне дейінгі үйлер қарайды.
Номер 28 Молбастау сайлау округі. Орталығы Клёстердің үйі. Бұл округке Құлановтың үйінен Клёстердің үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 29 Абай атындағы сайлау округі. Орталығы Апырымовтың үйі. Бұл округке Қажиев Базарбектің үйінен Қадыров Байділданың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 30 Пушкин атындағы сайлау округі. Орталығы Тортаевтың үйі. Бұл округке Тортаев Қапсіләмнің үйінен Аманбаевтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 31 Маяковский атындағы сайлау округі. Орталығы аудандық мал емдеу орнының кеңсесі. Бұл округке Садуақасов Сайлаубайдың үйінен Ахметов Кадырмолданың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 32 Чапаев атындағы сайлау округі. Орталығы Рахымжановтың үйі. Бұл округке Ысқақов Кәкеннің үйінен Жданов атындағы колхоздың бірінші диірменіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 33 Чкалов атындағы сайлау округі. Орталығы Әміренов Ильястың үйі. Бұл округке редакцияның кеңсесінен Байқұлақовтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 34 Орджоникидзе атындағы сайлау округі. Орталығы Пыловтың үйі. Бұл округке Пыловтың үйінен Жапархановтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Номер 35 Максим Горький атындағы сайлау округі. Орталығы Дүйсенбаевтың үйі. Бұл округке Дүйсенбаевтың үйінен Үкіжановтың үйіне дейінгі үйлер қарайды. Еңбекшілер депутаттарының Ақсуат ауылдық советі аткомының председателі Қалқамбаев, еңбекшілер депутаттарының Ақсуат ауылдық советі аткомының секретарі Атаханов. Со жылы сайланған депутаттардың списігі: Бектұрғанов Мұқым, Байталақова Қайша, Исабаева Бәтипа, Какимов Мұхтарбек, Махин Қоңғыртай, Ноқышев Бидахмет, Нұртазин Дәуітбек, Оразғалиева Нұржамал, Султанова Гүлжазира, Султанбеков Жағыпар, Тортаев Қабдісіләм, Төлеутаев Есенжан, Тлеужанов Бекен, Төлегенова Күлжамыш, Түменбаева Умсунай, Шұқыжанов Сайдахмет, Құдабаев Фазыл, Қадыров Байділда, Қадыров Шамел, Қатпен Мұсылманбек, Қалқамбаев Сабихан, Қожанова Насима, Әлбеков Қайырбек, Харчевникова Леонора, Әкішев Жақия. Еңбекшілер депутаттарының аудандық советінің бірінші сессиясы. Жақында еңбекшілер депутаттарының аудандық советінің бірінші сессиясы болды. Сессияны депутат Түменбаева жолдас ашты. Бірінші сессияның председательдігіне депутат Шамил Кадыров, секретарлығына депутат Султанова жолдастар сайланды. Сессияда ұйымдастыру мәселесі қаралды. Еңбекшілер депутаттарының аудандық советі атқару комитетінің председательдігіне депутат Әкішев жолдас бірауыздан сайланды. Еңбекшілер депутаттарының аудандық совет атқару комитетінің председателінің орынбасарлары болып Қадыров, Түменбаева, секретарлығына Махин жолдастар сайланды. Сессия еңбекшілер депутаттарының аудандық советінің бөлім меңгерушілерін бекітті. Аудандық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушілігіне депутат Харчевникова, коммуналдық шаруашылық бөлімінің меңгерушілігіне Дүйсенбаев, финанс бөлімінің меңгерушілігіне депутат Султанбеков, аудандық жоспарлау комиссиясының председательдігіне депутат Төлеутаев, сауда бөлімінің меңгерушілігіне депутат Султанова, оқу бөлімінің меңгерушілігіне депутат Нұртазин, жол бөлімінің меңгерушілігіне Қазыбаев, мәдени ағарту бөлімінің меңгерушілігіне Қарымсақов, жалпы бөлімінің меңгерушілігіне Садықов, әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің меңгерушілігіне Қасенов, ауыл шаруашылық бөлімінің меңгерушілігіне депутат Құдабаев, су шаруашылық бөлімінің меңгерушілігіне депутат Ноқышев, село және колхоз құрылысы бөлімінің меңгерушілігіне депутат Қатпен жолдастар бекітілді. Сессия еңбекшілер депутаттарының аудандық совет жанынан 8 тұрақты комиссия құрып, олардың құрамын бекітті.